Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін студиямыздың қонағы еркін күрестен Азия чемпионатының бірнеше дүркін жүлдегері Гүлмирал Еркебаева. Гүлмирал, қош келдің? Қош көрдік, саламатсыздар ма? Мынау енді спортшы ретінде жалпы енді өздеріңнің өмірлерің осы спортпен байланысты, енді қаншама өмірлерің спорт арнағаннан кейін көп нәрсені жиып теріп қойып, осы спортты жүресіңдер. Осы спортқа қалай келген сәтіңнен бастасақ, содан кейін мынау кішкене бала кезіңдегі арман қуып, көк майсада жатып, көкжиекке қарап, бірден балуан болам деп ойладың ба? Тағы да саламатсыздар ма? Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді бәрімізде спортшылар негізі спортқа бір бай баланың, жаңа бай қуатты, сондай кісілердің балалары келмейді ғой, әрине өзіміз ауылдан шыққанбыз. Айтады ғой, енді балаларды ауылдың қарадамалақ баласы деген сияқты, ауылдың сап-сары қызымыз, кішкентай кезімізден Талдықорған қаласы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы ауылынанмын. Сол жақтан жаңа туып өскен жерім, Кербұлақтың кер қызымыз. Енді ауылда негізі біз енді отбасымызда 7 ағайындымыз. Ең үлкен 2 әпкем бар, одан кейін 4 ағам бар, үлкен. Сол 4 ұлдың артынан жалғыз қызбын ғой. Кенжесің ба? Кенжесім. Ең тәттінің бәрін өзің жеген екенсің ғой. Содан енді дәу болып. Барлық менің бәрін өзім ішкем ғой. Енді сол 4 ағамның артынан өскем ғой, негізі жалпы ұлдардың артынан енді ұлдармен бірге, солармен бірге доп қолап, атқа мініп, солардың арасында күресіп, жүгіріп далада, солармен төбелесіп өскен балам ғой. Тайдай теуісіп бір көстіңдер. Ең кіші ағам 88 жылғы, сол ағаммен енді тете өстік десек те болады. Ол 10-11 класс оқыған кезде мен енді неге бара бастадым ғой, еркін күреске. Бірден ба? Оған дейін... Үйірме болды ма? Жоқ, оған дейін енді жалпы қыз бала болғаннан кейін, енді ағаларым болғаннан кейін мүлдем андай қарсы болатын. Күрес болсын, жалпы спорт дегенге андай қатты жолатпайтын. Керек жоқ, қыз балаға деген сияқты. Қызық болатын, енді бұрындарда мен айтқам студияларда күреске қалай келдім дегенде, негізі домбыраға қатысатын ғой. Жаңа сіз айтқандай, домбыра қатсам, биге қатсам, соның бәріне қатысып, енді бірақ спорт жақын болды да, енді ұл балалармен өскеннен кейін өзімде кішкене айтады ғой, андай бүйтіп еркек шаруа ұқсап сөйтіп жүретін маған мектепте. Ағаларың бірден күреспен шұғылданып па еді, не үшін қалай қызықтың оған деген? Сол қызығы мүлдем ағаларым да, әпкелерім де ешқайсысы спортта емес та. Қызықпады олар? Қызықпаған, енді ол кездері енді спортты ойлайтын жағдайда емес, қалай нан табамыз деп жүрген кез ғой. Отбасымызда асыраймыз деген сияқты үлкен болды ол кісілер. Мен енді ерке болдым, бірақ спортқа жаңағы қызығушылығым күшті болды негізі. Баскетбол болса баскетбол ойнаймын, футбол болса футбол ойнаймын мектепте. Сонымен домбыраға барып жүріп, бізде былай болатын, домбыраның кабинеті, енді ауылдарда кабинетте болады ғой. Сол жағында домбыра болса, оң жағында қарсы күрестің балалар, күрес кабинеті болатын. Кішкентай ғана бір кабинетте. Естіліп жатады ғой? Күрес, неге қызыққанын білмеймін, бірақ есікті ашып жапқанда тердің иісі, күрестің балалардың есікті ашқан сайын бет сығалап сөйтіп жүретін басында. Одан жаңағы ауылдағы ағайым бар, Күренбаев Мәди деген кісі, сол Қарашоқы ауылында еркін күрестен жаттықтырушы. Сол кісіге айтам ғой, ағай мен келіп көрсем бола ма деймін ғой, ол кісі, әрине деп, оған дейін мүлдем ауылда қыздар күреске бармаған ғой. Енді біздің әпкелеріміз де бәрі өсті ғой, енді бірге ол күреске, боксқа бару, ол ерсі көрінеді. Ерсі көрінеді, ерсі. Оның үстіне бәрі біледі, жаңа 4 ағам бар, айдаһар құсап 4 жақтан қарап тұратын. Сонымен, деп ол кісі де өзі таңғалып қалды, бірақ енді кел да көрейік деп шақырып, сөйтіп барып, бір айдай ма терезеде қарап отыратын. Қанша жасасың ол кезде? 6 оқимын ғой. 6 оқитын. Домбыраға қатып жүрген ғой сон. Сонымен жаңағы домбырама қатсам, жарты сағат домбырада отырам.
бір ай өткеннен кейін уақыт уже қызығушылығым арта бастады. Жаңағы кішкентай кабинет енді, бірақ шаң көтеріп сол жерде жүгіріп алысып атады да. Қолым домбырада, ойын күресте ғой. Ойын бәрі күресте. Домбырадан апайымнан сұранып кетем да, айтам ғой, апай далаға шығып келейінші деймін да, сонымен күреске кіріп кетем ғой. Далаға шығып келейінші деймін да, жарты сағат домбырада тұрам да, жарты сағат күреске барам ғой. Ол кезде қарап отыратыным ғой жай. Не істейді, қалай істейді деп. Сонымен бір ай уақыт өткеннен кейін ағайға айттым ғой, мен коверға кірейін деп. Давай деп ағайым шақырып, сонымен солай күрестің мансабын бастап кеттім. Ағаларыңды қалай көндірдің? Енді қызық болды. Бізде анам негізі ауыратын ғой, немен астмамен ауыратын. Анам ауырат, өзім всегда қасында болатын, бауырларым енді жұмыста, сондайда жүретін. Анам қатты ауырып, жаңа приступтар ұстап қалады, сол кезде қасына жүгіріп барып дәрігер шақырып келейік. Ауылда енді ол кезде телефон да дұрыс жоқ. Сөйтіп 7-ші класс оқып жүргенде жай күреске барып жүргем, ешқандай жарысқа ештеңеге бармағам ғой. Сөйтіп біздің ауылдың Ипанов Қайрат деген кісі болатын, тренер. Сол кісі Алматыда шаңырақта интернатта жұмыс істейді. Сол кісі жаңа ағайымнан сұрап, мені көріп, ағайым осындай қыз бар деп, өзі көруге келген ғой Алматыдан мені. Оны ағайдан естіген ба? Ағайдан естіген. Мектептегі жатып тұрсың, иә? Мектептегі. Енді бір ауылдың адамдары ғой былай. Бұрында сол Алматыға кетіп қалғанда. Сөйтіп ол кісі Алматыдан арнайы келеді ғой маған, осы қызды көрейін, отбасымен сөйлесейін деп, енді ағайым айтқан ғой, отбасы жібермейді ол қыз деп, интернатқа деп енді. Сонымен ағайым келіп, жаңағы Қайрат деген ағай келіп, мені көріп, оған дейін бір 3-4 айдай күреске қатысып жүрген ғой уже. Отбасын білмейді. Отбасын білмейді бірақ. Күнде арқама рюкзагымды асып алам, қолыма домбырамды ұстай. Домбыраға кетем де, жарты жолдан күреске кіріп кетем ғой олай. Сөйтіп интернатқа түскенше білген жоқ қой. Жасырып жүрдің? Жасырып жүрдім. Себебі енді бала болды, қорқтым бір жағынан ағаларымның. Бәріміз бұрын енді. Оның үстіне жаңағы әке орнына әке болып жүрген ағаларым енді андай қатты нететін енді. Қадағалайды ғой? Қадағалайды. Оның үстіне өзім Турецкий лицейға түсем деп дайындалып жүрген ғой еще. 7-ші сыныптан кейін. Сонымен бәрі мұғалімдерім де сабақты жақсы оқитын. Барлық 1-ші класстан бастап грамотаға, қызыл грамотаға сөйтке айтқан ғой. Апай оқыш, жаңағы ұстаздарым бәрі таң қалып, ой, бұл қайдағы күрес деді ғой. Саған таңдау жасау керек болды ма? Өмірімдегі бір маңызды сондай таңдаулардың шешім қабылдаған сәттердің бірі болды. Жалпы жаңағы лицейға... Оның үстіне әлі баласың ғой. Лицейға түсем деп жүрдім де, бірақ өзім енді жан дүнием спортқа жақын, өзім қалап тұрдым да соны. Спорт жағын мен үшін жақынырақ, өзім солай сезіп, содан жаңа анама келем ғой. Анама кеп айтам, осылай спортшы болғым келеді. Қателеспесем, 2008-дерде ғой, 2008 жылдары Нұрбақ Теңізбаев сол кезде олимпиададан ағамыз қола жүлдегер атанып олимпиададан келген. Ал мен сол кезде күнделік жүргізетін, әлі есімде. Жаңағы ол кезде ұмытпасам, Айгөлек деген ба бір не болатын ғой, жаңағы журнал болатын. Соның бетінде Нұрбақыт ағамыздың жаңағы несі болатын? Обложкада тұратын. Жарқырап тұр ғой енді. Қиып алып, күнделігіме жабыстырып қойған ғой. Әлі есімде солшы. Соны сол кісінің айтқан сөздерін барлығын жазып, қолым сөйтіп жабыстырып қойып, енді фанат болатын сонда. Күрес деп ол кезде енді қатты бір неткен жоқ. Мүмкін бокс болса, боксқа да баратын бедім сол кезде, бірақ спорт маңызды болды да мен үшін. Айтпақша, анаң рұқсат берді ме, не деді деген ғой? Сонымен анам енді жаңағы ауылдағы мұғалімнің несі үлкен анасы болатын, енді үлкен біздің апаларымыз болады ол кісілер. Сол кісі келіп айтады ғой, қыздың бағын байлама, кетем десе барсын, жолы ашық. Егер сен қарсы болсаң, қызың бағы ашылмайды деген сияқты. Сөйтіп анам енді, бірақ анама қарап отыратын жалғыз мен болатын үйде. Онды ойлайды ғой енді. Жаңа әпкелерім бәрі неде, ол кезде тұрмысқа шығып кеткен әпкелерім, ол уақытта ағаларым үйленбеген, келін жоқ қолда, анам жалғыз болатын. Ойдақ қой. Анам жалғыз, анама қарайтын мен болатын. Сөйтіп
Анам рұқсатын бергеннен кейін бауырларым қарсы болған жоқ. Сөйтіп интернатқа түсіп кеттім. 7-ші класс, 8-ші класста бірден интернатқа түсіп. Алғашқы бапкерің кім болды? Ауылда жаңағы алғашқы бапкерім Күренбаев Мәди деген кісі. Одан кейін интернатта Ипанов Қайрат деген кісі болды. Әлі күнге дейін сол жерде істейді. Әлі күнге дейін сол жерде істейді. Енді одан жұмыс шығып қайтадан кірді, қазір қайттан бапкерлік. Бір бапкерден бір бапкерге келген кезде айырмашылық болады ғой енді. Мінезі де, жаңағы жаттықтыру тәсілі де деген сияқты. Әрине. Бірден ұнап кетті ма интернат? Жоқ, әрине. Енді ауылда тұрдың, үйде болдың, енді интернатқа көрмеген ғой. ыңғай интернатта тұру, мен мысалы өзімде интернатта 10 жыл оқыдым. Қыркүйекте келеміз, майдың 25 күні ауылға қайтамыз. Бір жыл сол интернатта. Солармен өзің класстастармен бірге тұрасың, бірге тамақ ішесің, киім де береді, бірге жүреміз. Сондай өмір ғой енді, ол басқаша өмір, соған қалай бейімделдің? Енді біздің ауылдан менімен бірге менен кіші, бір 2 жас бала, менен кіші 2 жас. Ол бала да интернатқа түскен болатын. Екеуміз бір ауылданбыз енді. Ол да күресуге келді? Ол да күреседі. Жаңа еркін күреске, мен жаңа қыздар күресінен. Сөйтіп екеуміз интернатқа түсіп, кішкентайым енді оған дейін шыны керек анамнан алыстап көрмегем, үйден шығып көрмегем, олай. Енді оның үстіне қыз бала болғаннан кейін үйдегілер де қорықты, өзім де енді қалай болады екен деген сияқты. Оның үстіне жаңағы естіп ағасын дедовщина деген сияқты сондайлар. Интернат болғаннан кейін болады. Ол әбәріне болады. Бізде де болған қыздарда. Анам қорқып қалай болады екен деп. Сонымен интернатқа бірақ енді 60 килограмм болып түстім ғой. 7-ші класс оқып жүргенде. Қазір 7-ші класстарға қарасаң кішкентай ғой енді. Салмақ бар ғой енді 60 килограмм. Ол кезде мен 60 килограмм болып, бойым осы бір 172 сондай болған шығар. Бірден класты қолға алған сияқтысың. Шыны керек. Соны анам айтамын ғой, анашым уайымдамаңыз деп ше. Бірақ енді Алматы мен жаңа бізде ауылдың арасы 1 сағат, сондай 1,5 сағат. Енді қызығы 8-ші класс оқимын, суббота, воскресенье, жаңа братишкам ғой, енді інім айтам, кеттік деймін ғой, екеуміз ақша жоқ. Жаңағы интернатта енді ақша жинап аламыз, 100 теңге, 200 теңге ақша жинаймыз да. Інім екеуміз Алматыда Первомайка деген бар ғой, сол жерге барып такси ұстап, суббота, воскресенье ауылға кетіп қаламыз ғой. Енді сағынасың тартып тұрады. Бір айда сөйтіп. Енді кішкентаймыз бірақ анам ұрсады, неге келдің деп қорқып олай жүрмін. Енді бірақ сағынып түнде жатып алып, енді болады. Бірінші бір айдай жылап жүрдім ғой, шыны керек. Жастықтың астына басын тағып алып, кішкентай. Үйрену керек болды ғой бірінші интернатқа бейімделгенше. Сөйтіп бір айдай сөйтіп жылап жүрдім. Одан кейін барып үйреніп кеттім ғой. Келгеннен кейін жаңағы жаттығу процесі қалай екен? Несімен қызықтырды жаңағы бапкерің? Бір қызық не болған. Негізі оған дейін енді ауылда айттырмын, кабинетте жаңағыдай сөйтіп балалармен қатты ол кезде. Алыспайсың, тек жаңағы жаттығулар, разминка сондай жасап қана жүретін. Интернатқа түскеннен кейін ағайым жақсы қарады бірден, өйткені ауыр салмақта бізде қыздар аз. Жалпы Қазақстан бойынша қыздар аз да ауыр салмақта. Ол кезде мен жаңа кадеттер арасында кішкентай ауыр салмақта күрестім. Бірден өзім ең алғашқы жарысым сол интернатқа түскенде болды ғой. Оған дейін жаңа ауылда андай облыстарға ондай жарыстар күреспеген мүлдем. Сол ең алғашқы жарысым Екібастұз қаласында болды. Қателеспесем, кішкентай жаңа кадеттер арасында Қазақстан чемпионаты болды. Бірден. Есімде, сол ең алғашқы жарысым Қазақстан чемпионаты болды. Сол жарыста 2-ші орын алып келгем ғой еще. Бірінші жарысым ойланшы. Яғни бар болып тұр ғой ақырында. Сонымен алғашқы жарысым чемпионат Қазақстан болды. Сонда финалда ұтылдың ба? Иә. Финалда ол кезде енді мүлдем ешкім танымаймын. Ешкім жаңа азулы қарсыластарым Ларионова Катерина деген бізде Олимпиадада 3-ші орын алған қызымыз. Сол кезде ол қыз бір звезда болатын біз үшін, ондай қол жетпес сондай. Соған қарап таңырқайсыңдар ғой енді. Біздің бір кумирларымыздың бірі болатын. Ол кездің өзінде чемпион Азия, жаңа призер мира болып жүрген ғой. Әлем, Азия ойындарында сондай жеңімпаз болып жүрген қыз. Енді бірақ мен танымаймын.
Ең алғашқы жарысында финалға шығып, сонда білетінім, көп қатыспадым ғой енді. Жамбас білем, жамбасқа салу әдісін білем. Сосын жаңа бір аяққа өтуді ғана білем. Сөйтіп қызық болған негізі. Бізде кілемге бұрында шыққан кезде қалтамызда не болу керек? Барсовканың ішінде платочек болу керек та. Ережеге сәйкес. Сол жаңағы нені алып көрсетесің судьяға, осылай көрсетесің, менде бар дейсің. Мұрның қанап кетсе, бір нәрсе сүртетін деген. Соны алып апарып судьяға бере салам ғой. Сасқаныңнан ба? Вообще білмеймін ғой енді, ереже білмеймін дұрыс. Ең алғашқы жарысым, оның үстіне аяқ қолым дірілдеп, не істерін білмеймін. Бір жаңа жамбас білем, сол жамбаспен барлық қыз ұтып финалға шыққан. Одан кейін енді ана қыз мықты қыз болатын. Финалда сол қызға ұтылам. Ең алғашқы жарысым сөйтіп Қазақстанның күміс жүлдегері болған ғой. Одан келіп қызық болған, сол жарыстан келем, ағайымды көріп, жаңа нем бар, ынтам бар. Неге шаңырақта жаттығу жасап жүреміз. Менен үлкенірек бір қыз болатын. Менің шашым белінен келетін ғой. Ол кезде. Иә, сол кезде белінен келет. Салмағым 60 килограмм, бойым ұзын. Иә, қидырмайтын. Ол кезде ауылда шаш қию деген қайда. Бір кезде жаңа қыз Гүлшанай деген бір қыз болатын, жаңа жамбас бар ғой, жамбас приемды алып шашыма жасайды ғой осылай. Шашым, былай қалып қалады ғой шашым. Шашымынан алып жамбас тартып жылайым ғой, жаңа ағайым деген қолымнан ұстайды да. Шаңырақтағы бірінші парикмахерге апарып шашымды осылай қиып тастаған ғой. Сұрамай қиып тастады. Кішкентайым ғой енді. Сонымен ағайым айтты, жаңа Қазақстаннан күресіп келгеннен күресесің ба? Күресетін болсаң шашын қиясың деді. Таңдау беріп. Иә, шашыңды қиясың, мен айтқанды істейсің деген сияқты. Үйдегілер білмейді. Иә, білмейді. Ол бір 3 айдан кейін ба, шаш қиғаннан кейін ауылға барам ғой. Анам көріп жылаған емес па? Не болып кеткенсің қызым депші. Сондай қызықтар болған. Сөйтіп, ең алғашқы жарысымды ұтып келгеннен кейін бірден ағайым апарды да, давай күресесің, сен шашын қи. Осы интернатта өмірің басталды деді ғой. Ағайдың осы жаттығушының қатал болып беді, жаттығу процесі өзіңе? Жоқ, енді ол кісі ондай. Жиі ұрса ма? Жоқ, жұмсақ болатын негізі. Ара қатынастарын қалай енді байланыс табу керек болды ғой бір? Жұмсақ болатын, ол кісі қатты ұрыспайтын, андай кілтін тауып алатын да, сөйлесіп. Енді негізі әр тренердің подходы әртүрлі болады. Осы уақытқа дейін ол енді 2008-2009 жылдардан бастап, қазір мысалы қазіргі жаттықтырушым 4-ші жаттықтырушым ғой. Сол кісі, мен шаңырақта 1 жыл оқыдым. Ол кісі одан кейін жұмыстан өзінің бір жағдайларына байланысты, отбасы жағдайынан жұмыстан шығып кетті да. Бізді Талдықорғанға интернатқа түсірді. Талдықорғанға түсіріп, Талдықорғанда Сағадиев Қайрат деген бас бапкер ғой. Бас бапкер болды ол кезде. Ол кісі сол юношалардың бас бапкері болып жүрген. Жақсы бапкерге түсіпсің ғой бірден. Иә, бірден. Ол кісі енді интернаттан өзі кеткеннен кейін, өз қолымен анамнан алып кеткеннен кейін далада қалдыра алмады да. Иә. Басқа біреуге сеніп тапсыра алмай, жаңа өзі сенгеннен кейін Қайрат ағайға апарып, осындай қыз, міне ең алғашқы жарысы осындай, результаттарымды айтып, жаңа ол кісі бірден алды, интернатқа түсіп кеттім, Талдықорған интернатына. Сөйтіп 9-ші класстан 11-ші классқа дейін Талдықорған интернатын бітіріп шықтым ғой. Осы кезде бір жақсы құрбы дос таптың ба? Енді басында... Интернатта мен оқыдым, жақын досым болды ішінде. Ең бір сырыңды айтып, басқаға айтпасаң да, бірдеңе тауып бір кәмпит тауып бір нанды бөлісіп жеген, ол енді айтып тұрмын ғой, ол кездері бір отбасымызды бәрі толтырып беріп, қалтамызға ақша салып жіберетіндей жағдайда болмас қой, ешкімнің. Өзіміз 9-ші класста жаңағы неге түстім ғой, интернатқа түстім. Қазақстанда финалға шыққаннан кейін зарплатаға қойды қойдым. Сол кезде бір 70 000 теңге ма? Ең алғашқы зарплата, жалақым 70 000 теңге, 9-шы сынып оқимын ғой.
Иә, ол кез содан сол кезден бастап, осы 9-шы сыныптан бастап отбасымнан ақша алмаймын ғой вообще. Ақша алмаймын, үлкен өмір сол кезде басталып кетті да, уже өз керек жарағымды өзім аламын деген сияқты. Кішкентай кезімнен бастап солай табыс тауып, жаңағы көргеннен кейін уже бірден күресті қалай пайдалануға болатынын түсіне бастадым да. Оның үстіне 7-ші сыныптан бастап отбасымнан кеткеннен кейін бірден есейеді екенсің. Көзің ашылып, қалай нан табуды іздеп жүресің ғой. Өзіңе мысалы көзіңді қорғауың керек. Иә, оның үстіне интернатта өскеннен кейін. Әрине 9-шы класста сол интернатқа түстіп, сол 9-шы класста құрбы демекші, құрбым болды, екеуміз. Интернатта бірге оқыдық, универде бірге оқыдық, одан кейін спорттық мансабымызда бірге болды ғой. Ұлттық командаға келген сәтімізден бастасақ бола ма? Иә, ол да бір еске қалған нәрселер шығар, қалай келу. Өткеннің бәрін еске түсірдік. Ол жерде өздерінің жұлдыздары бар, кумирлары бар, бірінші нөмірлері бар деген сияқты. Негізі сол интернатта жаңа Қайрат ағайым, Сағадиев Қайрат ағаймен 1 жыл, 2 жылдай дайындалып жүріп, молодежь уақытында мен взрослый Қазақстанды ұтып аламын. Өзім молодежьда выступать етем, бірақ взрослый Қазақстанды ұтып аламын да, сөйтіп ағайларым мені взрослый командаға қосып жібереді. Бірден ба? Бірден қосып жібереді. Өздері қалып қалады. Өздері жаңа юношада ғой, енді ол команданы дайындау керек, басқа қыздар да бар. Ал взрослыйда әйелдер кезінде, ол кезде жаңа бас бапкер басқа адам, команда басқа. Сөйтіп 16-17 жасымда взрослый командаға қосылып кеттім. Солармен бірге жаттығу жасаймын. Осы Астанада жарыстарға сол кісілермен бірге шығамын. Тренер жоқ, жаңағы сияқты. Азулы нелердің арасына алып тастай салды ғой бұлай. Ажатқанда қасқырлардың арасына иә. Ол кезде Гүзел Манюрова деген атақтар жыршып Ишимова, Жұлдыз деген осындай бір дүркіреп тұрған кездері болды ол кісілердің. Ал біз енді кішкентай болып сол мен ойлаймын, негізі ол да бір жағынан дұрыс болды деп ше. Бірден андай командаға кіріп кеттік та, кішкентай болсақ та, әйтеуір солардың арасында солар не істейді деген сияқты. Ол кездің өзінде Манюрова 2 дүркін қола жүлдегер болған сол уақытта. Енді ондай кісілермен жаттығу жасағаннан кейін уже мақсатың да биік болады да. Қайрат ағайдың мысы ондай басым болатын. Бұрын кішкентай кезімде барып сөйлей алмайтын ғой. Барып қасына барып бір нәрсе айтайын десең, дір-дір етіп, не айтарымды ұмытып қалатын. Сондай болатын. Бірақ енді кішкентай кезімнен алып келеді да, ол кісі осылай, осы баспалдақпен бірге, менімен бірге шығып келіп. Енді спорттық өмірдегі әке сияқты болып кетеді ғой, былай қарасаң. Шынымен де солай екен, айтады ғой, тренер деген ол екінші әкең деген сияқты. Енді басында сондай қорқыныштар сондай болатын, бірақ одан кейін енді кәдімгідей дос болдық қой, сырлас болдық, өзімнің жаңағы немді айтам, ақылын айтады, ол кісі тек спортта ғана емес, өмірде де осындай таңдау жасайын деп жатырмын. Әкем сияқты болды шыны керек. Барлық өзімнің сырымды да, өзімнің бір нәрсе жұмыс жағынан, оқу жағынан болса да, барлығын бірінші сол кісіге айтатын. Ағай, осылай істейін деп жатырмын, қалай ойлайсыз деген сияқты ше. Енді мысалы 9-шы класста түстім интернатқа. Содан бастап анам қасымда емес, не бауырларым қасымда емес. Олар құдды бір бөлек от не сияқты болып қалды, ал ағайым мысалы қасымдағы қыздар жақын отбасы болып кеттік. Құлаққа құйып тастайды ғой, таңдап алдың, таңдау жасадың, осыны ұстануың керек. Сонда жеке өмірге тіпті уақыт тіпті болмаған сияқты ғой. Енді көп спортсмендердің жаңағы несі сол жерден мықты спортсмен болсаң, отбасың дұрыс болмауы мүмкін. Отбасыңа дұрыс қарасаң, ол спортың қалып қалуы мүмкін. Бірдеңені шектейсің ғой. Көп нәрсені жертвовать етесің ғой, былай қарап тұрсаң. Жастық шағыңды, достарыңды деген сияқты. Туысқандар, мен мысалы бірде-бір ағамның, туысқандарының жаңағы той томалақ деген көрмейсің ондайды. Олар да ренжуі мүмкін. Ренжиді. Енді көп ағайым айтатын, барайыншы деп сұранасың сол кезде.
қазір сен барасың, 2 күн 3 күн уақытың кетеді, сол қалған тренировкаң ертең жарыста саған әсерін тигізеді деген. Өзің біл баяғы, таңда деген. Таңдауды өзіңе қояды. Содан енді достарың ана жақты шақырып атады, мына жақта ағайың, ортада жаттығу. Сонымен енді 1-2 рет барасың, сосын тренировкаға келген кезде ағай сығып алады. 2 рет бармайтындай қылады ғой. Енді бәрі қызықтан қалғанын кей кезде бір көстен жалығатын кездер болғанша болады ғой, неге болмайды? Болады әрине. Ондай кезде өз-өзіңді қалай нетесің, көндіресің деген сияқты. Негізі осыдан 2 жыл бұрын, жалпы негізі анам, менің басты қолдаушым анам болатын еді. Анам 3 жылдай уақыт болды өмірден озғанына. Бір андай, сен менің қызым емес, сен халықтың қызысың деп айтатын анамшы. Сені спортқа сол кезде бердім, болды, сен содан бастап, сен уже халықтың қызысың. Сенің жүріс-тұрысың, сенің өмірің, ол сенің ұстанымың, сенен кейінгі жаңағы неге үлгі болатындай, мен сен солай көргім келеді деп айтатын еді анам. Содан енді негізі спортқа келуімнің себебі де жаңағы анама байланысты болды. Енді отбасылық жағдайына байланысты, анамның сол ауырып жүрген кезде кейде дәрі-дәрмегіне ақша таппай қаламыз, қысылып қалады, жаңа укол салып жүру керек. Соның бәрін көріп өскеннен кейін, енді қиыншылық көріп өскеннен кейін андай болады, адамда бір нәрсеге жетсем деген сияқты, сол спортқа мен алып келген болатын еді. Негізі анамды қаратып, емдетіп, жаңа өзінің жағдайын дұрыстасам екен деген арман мақсатпен келген спортқа негізі. Одан кейін спортты жақсы көре бастайсың. Одан кейін кете алмайды екенсің уже. Әлемге танымал, Қазақстанға танымал балуан болған кезде ағалардың көзқарасы қандай? Енді ағаларым бірінші зарплат алған кезде күреске бар деп. Ондай кезде бәріміз нетеміз ғой. Қазір енді мен апарғам күреске деген сияқты. Өздеріне жаңа прикол ұстап айтам ғой енді. Кезінде спортқа барғаныма қарсы болып едіңдер деп. Қазір өздері менің жаңағы спортта алтын алып келгенімді бәрін қошеметтеп қолдап отырады. Бірден ол кісілер енді түсінді. Өзімде мінезім ауыр болатын. Ағаларың сол Талдықорғанда қалды ма әлде Астанаға көшіп келіп, Алматыға көшіп келді ме әлде? Жоқ, қазір сол бізде Қара Шаңырақта ағам бар, қалғаны осы Астанада, Алматыда тұрады жан-жақта. Ағаларымның 4 ағам, 2 әпкем, барлығы қателеспесем, барлығында 5-6 баладан ғой. Дұрыс. Сенден басқа ешкім спорттық жағына шұғылданбады. Спортта жоқ, тек өзің, әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін тек өзім. Енді өзімнің артымнан келе жатқан жаңа сіңлілерім бар, ағамның қыздары бар. Олардың енді тартасың ба спортқа шақырып? Спорттың негізі. Бар ма ішінен біреу? Бар, қазір осы 17 жас U17 дейді ғой бізде Қазақстан чемпионаты. Сол Қазақстан чемпионы атанды. Өзімнің сіңлім, ағамның қызы. Сол маған қарап спортқа бейім, өзінің мінезі де сондай. Оған қарап өзіңді көрмейсің ба? Көрем, кішкентай кезімде сондай талпыныс, сондай бір спортқа деген құштарлық көрем. Жалпы негізі мен айтатын едім, спорт, жаңа айттым ғой, барлығы бірдей олимпиада чемпионы болмайды ғой. Бірақ спорттың берері көп та, ең бірінші ол спортта сен тәртіпті үйретеді, төзімділікті үйретеді, қандай да бір қиыншылыққа төзуді үйретеді. Әрине. Сондықтан да бұл заттар басқа өмірде, басқа жақтарда да кездесетін дүние болғаннан кейін спорттан кеткен адам басқа мамандықтарды оңай алып кете алады да. Сол жағынан жалпы спорттың мысалы тек қана олимпиада чемпионы болып емес, өмірге тәрбиелеп береді да. Негізі тәртіп бірдей ме? Тәртіп бірдей, бізде осы еркін күрестен олимпиаданың 3 дүркін чемпионы Сайтиевтің өзі де мысалы айтқан ғой. Сол кезде 2 дүркін чемпион болып тұрса да, маған тренердің айтқаны маңызды деген сияқты. Тренерсіз жұмыс істей алмаймын деген сияқты. Ол кісі мысалы бір жаңағы
положениеда 20-30 прием білетін адам. Ол кісі сөйтіп айтқан кезде біздің қазіргі жағдайымыз ол енді ол уровеньға жету керек деп ойлаймын ғой. Ол тренердің айтқаны, көрсеткені біз үшін әрдайым маңызды. Негізгі травмалар қалай? Иық, қол, аяқ қай жер? Иық, бел ғой. Бел, көтересіңдер, лақтырасыңдар. Қыз балалар үстіне еркін күрес болғаннан кейін біз астына кіре береміз, астына кіріп көтереміз, жұламыз. Еркін күрестен жан-жақты ғой, мысалы жылдамдықта болу керек, күште болу керек, айла тәсілде болу керек деген сияқты. Жай ғана мысалы скороспен или бір немен ғана алып кете алмайсың да. Сол үшін мысалы біз штангыда көтереміз, жүгіреміз де. Сондықтан енді штанга көтергеннен көбінесе травма аламыз ғой. Белден, иықтан, оның үстіне жақсы бір мысалы ақшаң болса әрине бәрін істеуге болады да. Витамин де уақытылы ішуге болады. Көбінесе бізде енді спонсорский нелермен ғой. Көмектесіп, ағаларымыз сондай, ел ағалар дейді ғой. Сол кісілер көмектесіп, реабилитацияны, операцияны барлығына көмектесіп, сондай қолдап жүреді, сол жағынан жақсы. Ыңғай күнде жарыс, күнде жаттығу бәрі түсінікті ғой. Адам демалу керек организмі. Бір кезде осы сәттен ұмытып кетіп, күрестің бәрін қойып, мысалы. Сондай бір далаға кетіп қаласың, сен өзің қалай демаласың? Ауылға кетіп қаласың ба, айғайлап, бәрін шығарып кету, сол жағынан. Енді ауылдың қызы болғаннан кейін, өзім атқа отырып, серуендегенді, шапқанды жақсы көремін. Қатты бір кейде обстановканы менять ету керек болса, жаңағындай тауға қарай шығып кетіп, қатты бір андай бір жаққа барып демалып, 10-15 күн жату емес, 1-2 күн маған жетеді. Мысалы, қай жерге барасың Астанада? Астананың өзінде, қаланың сыртында Құлатай деген неге барамыз, атқа мініп, сол жақта серуендеп, далада жаңағындай, білмеймін, бір атқа отырсам, бәрін ұмытып кетесің ғой, енді аттың үстінде. Өзім бала кезімнен атқа отырған жақсы көремін. Бетіңе жел өсіп шауып қатқан. Айтпаңыз, сол бір еркіндікті сезінесің, бір өзіңді босатып, барлық жаңа проблемаларды ұмытып кеткендей болып, жақсы бір сондай рух алып, шабыттанып келесің қайда. Кішкентай қызым бар, 4-5 жаста. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп бекер айтпаған екен ғой. Кішкене бір уақытың болса, қызыңа уақыт бөлгің келеді. Қызыңмен бірге уақыт өткізіп, біз енді оқу жаттығу жиында жиі боламыз. Кішкентай кезінен бастап анамның қолында болды. Одан қазір енді үйде, бірақ балаға түсіндіре алмайсың ғой. Соның өзінде біз енді шектеу қойып, енді балаң болса да, бірақ арман мақсатымыз бар, биік болғаннан кейін сонымен де жертвовать етіп. Сборларда, жарыстарға кеткенде сағынатын шығар? Сағынады, жылайды, түсіндіре алмайсың. Үйге келіп, телефонмен звондайды. Қызым, мен саған алтын медаль алып келем, жарыста жүрмін деп түсіндірсем, қызым дейді бір күні. Мама, сенде үйде медаль көп қой дейді. Неғыласың оны дейді ғой, үйге қайт дейді ғой. Ағайым ұрсады, қызым, мен саған барайын онда дейді. Мен айтам, қызым, ағай ұрсады, жаттығуға балалар баруға болмайды деп түсіндірем кәдімгідей сөйлесем. Сонда айтады қызым, 4 жаста ғой енді, сонда таң қалдым. Мама, сен ағайыңнан сұранып, самолетқа билет алып, үйге кеш дейді ғой. Жаттығуда жүрмін ғой енді, көзіме жас кеп, бірақ соның бәріне ойладым енді. Қазір түсіндіре алмасаң да кейін қызыңның болашағы үшін, өзіңнің болашағы үшін әрине. Соның бәрімен жертвовать етуге тура келіп жатыр да. Енді спортшының мансабы ұзақ емес қой енді, сондықтан да осы мүмкіндікті пайдаланып күрес арқылы табыс табуға да болады ғой. Әрине. Оны оқсата да білу керек қой. Жоқ, қазір осы спортпен қатар мен ішкі істер қызметкерімін ғой. Ішкі істер қызметкері болып, полицияның аға лейтенанты болып жұмыс жасаймын. Спортпен қатар бірге. Енді жаңағы қалай айтсам болады, спорт өзіңіз айтқандай бір қысқа ғана өмір да. Оны ол жерде денсаулығың бәрі жақсы болып тұрса, сол уақытта өзінің уақытында пайдаланып қалған дұрыс та. Бірақ одан кейінгі енді
қараймыз ғой, әрине қаншама спортсмендер, көп спортсмендер жаңағы бір жерде сатушы болып, не болмаса сондай жұмыстарда жүрген. Мысалы, жаңа тачка сөйлеп жүргендер де қаншама. Ішімдікке салынады. Әрине, соның бәрін көріп, болашақта да ойлайсың, әрине, қалай спортты тастағанда мен кіммін, мен не істеймін деген сияқты. Себебі ана болғаннан кейін уже өзіңді ғана емес, отбасыңды да, қызыңды да ойлайсың, әрине оның болашағын ойлайсың. Үйде қандайсың? Енді үйде үй шаруасына, тамақ. Бұлай көбісі ойлайды, спортсмен еркін күреспен айналысады, ойбай деп. Таксида отырсаң да дейді ғой. Ой, сіздің күйеуіңіз деген сізден қорқады жар деп. Сөйтіп айтады. Мен негізі былай айтқым келеді. Жалпы біздің салт дәстүріміз, біздің менталитетіміз ондайға жол бермейді. Енді ананың, әкенің тәрбиесін көргеннен кейін қаншалықты мықты спортсмен болсаң да, мен ойлаймын, қазақтың тәрбиесі ол ер адамнан қыз бала төмен тұрады әрқашанда. Сен одан мықты болсаң да, оны ер адам деп сыйлай білу керек та. Мен енді ағаларымна қарап өскеннен кейін ба, ондай мысалы өзімнен кіші болса да, қандай бір ер адамды көрсем де, сіз деп жоғары қоям өзімнен. Менен мысалы енді жаттығу жасағаннан кейін мысалы физикалық тұрғыда да слабый болса да, мен жоғары қоям ер адамды. Соны көбісі енді ойлайды, еркін күрестен ойбай. Күшіңді пайдаланбайын дейсің. Иә. Сізге жолауға қорқыныш шығар депші. Соны мен енді айтам да, қай қазақтың қызын көрдің, ер адамға шапқан деген сияқты. Өзін ер адамнан жоғары ұстаған. Сондықтан да қандай мықты спортсмен болса да, мысалы үйде кәдімгідей орамал тағып, үйде тамақ жасап деген сияқты жүреміз. Сүйікті тамақтары қандай сұрайды мысалы, қызыңызда, өзіңізде нені дайындағанды ұнатасыз? Негізі қазақтың ұлттық тамағы, біз шетелде басқа жақта жүрген кезде үйге бірінші келеміз де бешбармақ қой. Қазы қарта, ет. Енді мына шетелге өзіңіз де білесіз, шығып басқа мемлекет, Индияға, мысалы сондай жаққа барған кезде, мына самолеттен түскен кезде Алматының ауа райының, ауасының өзі кәдімгідей ыстық болады ғой. Әрине. Енді үйге келгенде енді бешбармақ бірінші очередь. Соңғы рет сән салонында қашан болдың? Сән салонында енді жаңағы қазір мынау өзіңіз айттыңыз ғой, жаңағындай жан-жаққа шақырып, осындай танымал бола бастаған. Оның үстіне Инстаграмда да жақсы белсенді Инстаграм жүргізіп отырам. Жалпы спортсмендерге мен ойлаймын, көбісі айтады ғой, ой, спорт депші. Егер қолыңнан келсе, әрине, жаңа камераға сөйлей алсаң, еркін өзіңді ұстай алсаң, қазіргі заманда Инстаграм, ТикТок деген ол бірінші қару болып кетті ғой. Өзіңді көрсете алсаң, олмен де ақша табуға болады. Енді жетістік неге көрсетпеске? Көбісі енді таңғалады, ой, жаңағы спортсмендерге ол керек емес деген сияқты. Мен жалпы негізі ойлаймын, мен өмір бақи спортта жүрмеймін ғой, ертең мүмкін жаңа қызметімді жалғастырам, мүмкін жаңа блогерлік немен де кетіп қалу. Қазір ол бір сала болып кетті ғой. Сондықтан да жалпы жиі шақырады ғой, жиі барамыз сән салонына, бірақ өзім көп боянбаймын. Жалпы тренировкада күнде 2 уақыт тренировка боянып та үлгермейсің. Сондықтан табиғи сұлулық деп жүре береміз. Кезекті Азия чемпионаты бұған дейін де қола жүлдегер атандың. Осы жолда Бішкектен қола жүлдемен келе болсаң. Енді өткен Азия чемпионатының осы жолғы қоланың ерекшелігі бар ма? Бұл қоланың ерекшелігі, былай қарап тұрсам, бір қиын немен келді негізі. Мен 2 жылдай құрама командадан алыстап қалдым. Анам қайтыс болды. Анам қайтыс болғаннан кейін жаңағы отбасылық жағдайына байланысты жаңағы кім айтады ғой, Қабанбай батыр ма? Айтады, жаңа соғысқа шыққанда мен қалқансыз шығатын едім депші. Анасы қайтыс болғаннан кейін қалқанмен шыққан ғой сол кезде. Неге қалқанмен шықтың дегенде, менің үйдегі қалқаным анам болатын деген сияқты. Сол бір үлкен ауыр сынақ болды мен үшін. Жаңа психологиялық түрде жиналамай қалдым. Себебі анам
кішкентай кезімнен бастап қасымда болды. Қайда мысалы интернатта, универде де қасымда жүрді. Содан біраз кішкене психологиялық тұрғыда уақыт керек болды ғой. жинала алмай қалдым. Одан кейін екі операцияға түсіп қалдым. Содан кейін себебі ана психологиялық түрде дайын болмағаннан кейін денемде дайын болмай, мен ойлаймын, соның арқасында жарақаттар алып қалдым деп ше. 2 жыл командадан шеттетіліп қалғаннан кейін енді алғашқы қолам ғой. Келе салып. Иә, келе салып алғашқы қолам. Осы 3-ші жарысым ба. Оған дейін рейтингта және Қазақстан чемпионатында күрестім. Осы тыс қалған сәттерде команда бапкерлер құрамы түсіністікпен қарады ма? Әрине көмектесті. Өзімде жаңағы жаттығуымды тастап кетпейтіндей енді жағдай жасап, әлі де күресесің ғой деген немен қолдау көрсетті. Осы жолы барғанда қарсыластарың өзгеріп па, жаңадан шыққан біреулер болды ма? Әлде сол өзіңмен көбінесе қарсыластарың танисыңдар ғой. Бар ма екен тағы? Мынау енді нағыз пайда болыпты ғой, мына балуан бар екен ғой деген сияқты. Жоқ, енді күрестен алыстасақ та, құрамадан алыстасақ та, бірақ көріп, әрине көріп отырамыз, қарап отырамыз, зерттеп отырамыз. Жалпы қазіргі ойлаймын уақытта мен оның алдында енді кішкентай болып жүрдік, үлкендерге ұтылып жүрдік. Қазір дәл өзімнің возрастым жасыма сай менімен қатарластар әлем чемпионы болып жатыр деген сияқты. Олимпиада чемпионы болып жатыр. Бұрын енді мысалы менің салмағымда Манерова болатын еді. Мен Манеровадан біраз жас кішкентай, бірақ сонымен бірге жүретін едім да. Ол үшін оның дәрежесі біз үшін жоғары болатын еді. Ұтылып қалсаң да үлкенге ұтылдым ғой деген сияқты. Ал қазір қарасақ 30-ға келдік қой, біздің жасымызда, бізден кішілерде әлемдік ареналарда жаңағы нәтиже көрсетіп жатыр. Неге біз көрсетпеске деп ойлаймын. Бізде негізі жалпы қазақтардың өзі несі ғой, мысалы ағамызда, Елдос ағамызда 30-дан кейін олимпиаданы алып отыр. Қаншама сондай... Лос-Анджелеске барам деп отыр ғой. Иә, Лос-Анджелестің де ауыл алыс емес деді ғой. Елімізден бір 2 дүркін олимпиада чемпион шықса екен деп армандап нетіп қоямыз ғой. Енді Алла тағала соған жеткізсін, сол күнді де көрейік. Енді мына осы жылғы Азия чемпионаты өзіңе қойған, мысалы, енді бірден алтын алып чемпион болам деп барасың ғой, дегенмен де ойдан шықты ма, жоспар орындалды ма? Әлде бір кішкене бір кедергілер болып қалды енді. Осы оқу-жаттығу жиынында болдық. Қырғызстанда өте жақсы оқу-жаттығу жиынын өткіздік, бірақ 10 күн қалған кезде травма алып қалдым. 2 аяғымнан жүре алмай, осы Азия чемпионатында немен, обезболивающиймен күресіп шықтым ғой. Негізі жақсы формада келе жатқанбыз, жақсы дайындалып, құрама команда, бізде қазір жаңа бапкерлер келді, бапкерлер ауысты, бүкіл құрама команда жасақталып, жаңа бір бағытта жұмыс басталып кеткен сияқты көрінді енді былай. Уақыт көрсетеді әрине, бірақ ұнап жатыр. Ендігі сұрақ, осы жыл ішінде өзіңе қандай мақсат қоясың, қандай талап қоясың? Осы спорттық карьерамды қай жерге жеткенде аяқтауым керек, қандай жүлдеге, олимпиада шыңына шығуым керек, мысалы, әлем чемпионатын алуым керек. Осындай бір сұрақ. Жалпы қаншама 15-16 жыл уақытым осы спортқа кетті, әлі де кетіп жатыр ғой. Енді бірақ бір нәрсені бастағаннан кейін аяғына дейін жеткізгім келеді. Қоламен шектеліп қалғым келмейді. Алдыда үлкен мақсат, арман бар әрине. Біздің Қазақстанның әлем чемпионы жоқ қыздар арасынан ше. Негізі басты арманым ең алғашқы әлем чемпионы болу. Сол арман мақсатым ең біріншісі әлем чемпионы болу. Одан кейін олимпиаданың орны бөлек қой, әрине спортсмен үшін. Олимпиада чемпионы болу. Түйе сұрасаң бие берген дейді ғой қазақта. Сондықтан да мақсатымыз... Өзің сондай талап қоясың ғой. Әрине, қазір енді жасымызда 30-ға келді ғой. Бұрын жас болдық деп айтатын еді. Қазір нақты мақсат ол тренировка, күнделікті жаттығу, этапный жаңағы жарыстарды өту мақсатымыз. Азия ойындары бар, әлем чемпионаты, олимпиадаға жолдама, олимпиада. Себебі осы 2 жылда толықтай өзіме тек сол жаттығуды ғана
көздөп отурум жаттыгуу жасап. 15 жылда 6-чы колам ғой Азиядан. Сонымен енді бір барьерді өту керек болыптыр, бұйырса. Енді жоспарың анық, мақсатың белгілі. Енді соған Алла Тағала жеткізсін. Амин, амин. Гүлмарал, мына енді бүгін біраз тақырыптарды қозғадық, балалық шаққа қайттық, жалпы спорттық мансабың жайлы сөйлестік. Біраз өзің жайлы қызықты ақпарат алдық деп есептейміз. Мына уақыт тауып, енді сендерді әрқашанда жарыста жүресіңдер, жаңа жаттығуда жүресіңдер. Осы келіп келгеніңе үлкен рахмет. Енді алдағы жоспарларың бәрі орындалсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Көп рахмет шақырғаныңызға, Тоқтаға. Сіздерге де жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Осындай бізден де мықты үлкен олимпиада чемпиондары келсін. Болашақта енді Азия ойындарына чемпион болып келгенде келерміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Өмірде де, спортта да жеңістеріміз көп болсын.